Сәлем, ана мен бала каналының көрермендері, оқырмандары, тыңдармандары. Бүгін жүктіліктің 8-ші аптасы жайында сөз қозғайтын боламын. Жүкті екеніңізді білдіңіз, алайда әлі де сене алмай жүрсіз. Себебі сізде жүктіліктің аса бір қатты бір байқалатын признактары жоқ. Алайда сізде таңертеңгі жүрек айну, немесе бастың қатты ауруы, тез шаршаңқылық, ұйқыға жеріктік сияқты белгілер, әлсіздік болуы мүмкін. Ішіңіз өспегендіктен көп сізде бала жайлы ойлар болуы мүмкін. Қандай болды, қалай екен, 8 аптасында қандай өзгерістер бар екен деген сияқты, иә? Мен ойлаймын, сіз осы аптаға дейінгі 5-ші, 6-ші, 7-ші апталар жайында менің каналымнан көргенсіз деп ойлаймын. 8 аптасында көп жағдайда бас айналу, бастың ауруы, ұйқыға бейімділік, шаршаңқылық, басқа да әлсіздіктер болуы мүмкін. Сіздің бұл жағдайларыңыз 6 аптадан 14 аптаға дейін жалғасын табады. Кейбір жағдайда бұндай құбылмалы жағдаяттар 14, 16 немесе 12 аптаға дейін әркімнің ағзасына қарай. Сіздің балаңыз қазір жұмыртқадан эмбрионға жаймендеп 9 аптасында эмбрионнан кәдімгі балаға айнала бастайды. Жүрек соғысы бар. Оны сіз УЗИ-дан емін-еркін тыңдай аласыз. Сіздің балаңыз малина жидегі бар ғой? Сол малина жидегінің бір данасындай ғана көлемде кішкентай. Сіздің маткаңыз болса орташа апельсин жемісі сияқты размерде жүреді. Алайда бұрынғы аяқ ауыр болмай тұрған кездегі джинсыларыңыз қуық тұсыңызға тарлық етуі мүмкін. Соған байқап кеңірек киім кисеңіз, өзіңіздің жағдайыңызға да баланың жағдайына да жақсырақ. Кей әйелдерде бұл аптаға дейін еш нәрсе мазаламаса, дәл осы аптадан бастап жүрек айну, бас айналу, әлсіздік, ұйқыға деген құштарлық пайда болады. Бастың сынып ауруы, тәбеттің қашуы немесе тәбеттің шамадан тыс көбейіп, лоқсу белгілері, токсикоз болуы да мүмкін. Егер ондай белгілер болмаған жағдайда, онда тіптен жақсы, сізде бәрі жақсы. Токсикоз ол ауру емес, айта кетерім, ол қалыпты жағдай. Организмнің осы бала бітуіне реакциясы. Яғни сізді токсикоздың бір пайдасы, қайыры, сізді жаман, керек емес тағамдардан қорғайды. Көбінде токсикоз ерте басталып кететін себептері, әйел адам көп майлы жегенде, көп тәтті жегенде, газдалған сусындар ішкен кезде токсикоз көбінде басталып кетеді. Егер де сізде лоқсу белгісі, жүрек айну белгілері болса, онда дереу оны әрі қарай асқындырып жібермес үшін дереу кофе, нан, қуырылған нан өнімдері, майлы тамақтар, сусындар, газдалған тәтті, тым тәтті тағамдар, сондай өнімдерден, фастфудтардан аулақ болыңыз. Енді біз әйелдер аяғымыз ауыр кезде неге екенін белгісіз, сол дүниелерді жеуге бейім келеміз. Қатты жегіңіз келіп жатса, енді ода тұрған еш нәрсе жоқ. 1-2 жеңіз, бірақтан соған бейім болып алмаңыз. Егер де сіздің ағзаңызға 6 сағаттан артық тағам бармаған болса, яғни құсу, лоқсудан кейін сіз тамақ жей алмай, жеген тамағыңызды құсып тастап жатқан болсаңыз, онда дереу сіз медперсоналдар шақыруыңыз керек. Скорый шақырыңыз, олар сізді апарып, сізге жаңағы тамырға, көк тамырға системалар салады. Айтпақшы, қыздар, менің каналымда токсикоз жайлы бөлек бір толық ақпараттарға толған видео бар. Бұл аптада әйел баласының, аяқ ауыр әйелдің емшек ұшының ауруы және қараюы байқалады. Бұндай жағдаяттар, жаңағы токсикоз бар, басқасы бар, сәл шыдасаңыз, бәрі де артта қалады. Бұл жағдаяттардан жақсы шығу үшін сізге витаминдер тұтыну керек, жақсы тағамдар жеу керек, пайдалы жаңағы фастфуд емес, ПП тағамдар бар ғой, кәдімгі шөп-шалаң, жеміс-жидек, көкөністер тұтынуыңыз керек. Егер де таңертеңгі кезеңдерде сізді
жаңағы жүрек айну мазаласа, онда крекер бар ғой, кәдімгі тұздалған қытырлақ печеньелер. Сол печеньені таңертең қасыңызға қойып, төсектен тұрмай тұрып, соны жесеңіз болады. Және су үнемі 200 мг, 100 мг аз-аздан күнде сағат сайын, минут сайын жаңағыдай өзіңізге уақыт беріп, аз-аздан су ішіп тұрыңыз. Сіздің ағзаңыз сусызданбау керек. Сусызданса адам әлсізденеді және ол сіздің балаңызға зиян келтіруі мүмкін. 2 сағат сайын, 1,5 сағат сайын өте аз мөлшерден тамақтанып отырыңыз, сонда токсикоздың алдын аласыз. Бұған дейін сіз темекі тартқан болсаңыз, немесе спирттік өнімдерді тұтынған болсаңыз, онда бұдан кейін сіз қоюыңыз керек. Ол баланың түсік тастауыңызға, немесе ерте туылуына, және де дене мүшелерінің кейбір өзгеріске ұшырап туылуына, қоянжырық дейді, қолының 2 саусағының қосылып туылуы, аяқ саусақтарының қосылып туылуы, таңдайының жоқ болып туылуы деген сияқты жағдаяттар өте елімізде көбейіп кетті. Сондықтан әйел баласы өзін темекіден, жаңағыдай харам дүниелерден аулақ ету керек. Дәрігеріңіз жазбаса, онда сіз аяқ ауырларға арналған витаминдерді ішсеңіз болады. Білмеймін, мен өз басым элевит, жаңағыдай эден келетін аяқ ауыр әйелдерге арналған дәрілерді мүлде іше алмадым. Себебі олардың размері үлкен және лоқсып жүрегімді айнытатын. Кейбір макро-микро элементтер менің ағзамда болғандықтан, ол жаңағыдай ағзамды мүмкін улады мекен. Барлық баламда, менде 4 балам бар, және қазір 5-ші балама аяғым ауыр, 6-ші балам аяғым ауыр, 5-ші баламды түсік тастағанмын. 6-ші балам аяғым ауыр, сол кезде барлық балада да осы нәрсені байқадым. Сол сіздің витаминді іше алу, көтере алу қабілетіңізге де мән беріңіз. Егер де оны көтере алмасаңыз, онда бір талдап комплексті емес, бір талдап витамин, мысалға D3 бөлек алыңыз, магний бөлек алыңыз, йод бөлек алыңыз деген сияқты, солай бөлек алып ішсеңіз болады. Әр витаминнің уақыты ыңғайлы да, әр уақытта, D3-ді таңертеңгі уақытта, магний түскі немесе кешкі уақытта деген сияқты әр уақытта ішсеңіз өзіңізге жеңілірек болады. Және де тек қана химикаттарды ғана өзіңізге алмай, қазіргі 8 апталығыңызда сізге кальций және цинк өнімдері көбірек керек. Егер де сіз суық мезгілде аяғыңыз ауыр болса, онда сізге профилактика, яғни вирусты, грипп, простуда, тұмаулату, сондай аурулардың алдын алу үшін С витамині, Д витаминдері керек болады. Соларды алып ішсеңіз болады. Және де тағамдарын, қай тағамда кальций көбірек? Мысалға қырыққабат, творог, құрт, шөптер, шпинат шөбі бар, сонымен салат жасап жеуге болады. Сондай йогурттар, өзіңізге сапасы жақсы йогурттарды таңдаңыз. Составына қараңыз, құрамын оқыңыз. Сондайды өзіңіздің күндегі рационыңызға қосуды ұмытпаңыз. Бізге белоктар да қажет, балық өнімдері, ет өнімдері. Кейбір жағдайда осы апталықта еттің иісінен жиіркенетін әйелдер бар. Оны жаңағыдай иісін шығармай ақырын қақпағын жауып қойып, қуырып, немесе асып, қайнатып, сосын барып құрғақтай суыған күйде жесеңіз, сіздің жүрегіңіз айнытпайды екен. Өз басым соны істеп көрдім. Ыстықта емес, суыған күйде қайнатып, турап, жаңағы оливье салатына қосып жесеңіз болады, мысалға, өте пайдалы келеді. Солай жесеңіз болады. Қазіргі жағдайыңыз қандай жеміс жидекке жетеді, содан бір талдан, екі талдан күнделікті жеп отыруыңыз қажет. Балаға сіздің ағзаңыздағы витаминдерді беруіңіз үшін сіз қосымша витаминдер өзіңіз тұтынуыңыз керек. Егер де сізде ол дефицит болса, яғни сіз сырттан тұтынбасаңыз, онда сіздің өзіңізде запаста тұрған витаминдерді бала алып қояды. Не үшін? Әйелдердің шаштары көбірек түсіп жатады, тістері құрттап, кариестеніп жатады, түсіп, даже үгітіліп жататын, тістерінің үгітілгенін байқаған әйелдерді көрдім осы өз көзіммен. Сондықтан да өзіңізге мән беріңіз, қараңыз. Енді ананың жағдайы жайлы айттым, енді баланың жағдайы жайлы айтайын. Баланың алдыңғы видеоларда айтып өттім, нерв жүйесі, клеткалары дамып жатыр деп, әлі де баланың миы даму үстінде, әлі де қарқынды дамуда, және бір кусок ет болса, өткенде,
алдыңғы апталарда. Енді балаға бұлшық ет, сондай бұлшық еттері қарқынды түрде дамып жатыр. Жүректің құрылымы жақсы дамып жатыр. Құлағы, көз тесіктері және аяқ-қол саусақтары жаймен адам кейпіне ене бастап жатыр. Былайша айтқанда, адам кейпіне ұқсас болып өзгеруде. Аллаға шүкір, жақында сіз балаңыздың толық бала күйіне енгенін көресіз 10, 11, 12 апталарда. Анасы сіздің балаңыз қазір қозғалып жатыр, бірақ оны біз мүлде сезбейміз. 8 аптасында бала қозғалады, алайда біз мүлде сезбейміз. Жүрегі дамыды деп жатырмын ғой, жүректің 2 клапаны дамыған және қарқынды түрде минутына 150 рет соғып жатыр, Аллаға шүкір. Енді УЗИ-дан баланың жынысын көре аламын ба деп асығыстық танытатын аналар бар. Негізі жақсы заманауи ең соңғы үлгідегі УЗИ болса және өте жақсы маман болса, УЗИ-де баланың жынысын анықтауға болады. Осы 8 және 9 апталықтарда анықтай алады. Егер де УЗИ онша емес және маманы да дұрыс сабақ алмаған болса, онда оны анықтай алмайды. Өз басым 9 аптасында-ақ балаларымның жынысын анықтап алғам. УЗИ-сі өте жақсы болды, хромосомаларымен есептеді ма, солай баланың жынысын маған айтып берген болатын. Бала қарқынды түрде дамып жатқандықтан, яғни келесі кезеңге өтіп дұрыс даму үшін қазіргі кезеңдегі клеткалардың дамуы біз үшін өте маңызды, мамалар, аналар. Сондықтан да витамин ба, не бар, соның бәрін жеңіздер. Лоқсыды мекен, токсикоз болды мекен деп еш нәрсе жемей жатып алсаңыздар, бұл балалық деп есептеймін. Сіз ересек адамсыз, сіздің ішіңізде бір бала жатыр, бір адам жатыр, болашақ ұрпағыңыз жатыр, сіз оған жауаптысыз. Сол үшін жауапты болғандықтан өзіңізді қинап болсын, бір-екі талдан жаңағы құрт құсқызбайтын не бар, нан өнімдерінен жаңағы крекер бар, соны жеңіз. Егер де болмай жатса, бағана қайталап айтам, көп мамалар олай больницаға бармайды. Бұл қалыпты жағдай дейді де, 6 сағаттап, 10 сағаттап тамақ жемей, құр су ішіп жүреді. Больницаға барып, ауруханаға барып, жаңағы көк тамырға жіберетін системалардың витаминдердің түрін алыңыздар. Сонда өзіңіздің қалпыңызға келесіз. Егер тіпті болмай жатса, 1 апта ауруханада жатыңыз. Денсаулығыңызды күтіңіз, балаңызды сақтап қалыңыз. Ал жақсы, сәби күтіп жүрген аналарға менің осы видеомды жіберіп қойыңыз, қысқада нұсқа айтып түсіндірдім деп ойлаймын. Және маған подписка жасаңыздар, себебі басқа да апталарда жақсы қызықты ақпараттар беретін боламын.